тәуелсіз мемлекетіміздің төл спорты, қазақ күресі насихаттап, жастардың бойындағы отаншылдық, намыс, қайсарлықты оятатын бүгінгі дала қырандары республикалық турнирі Түркістан төрінде өтіп жатуы біз үшін үлкен мақтаныш. Қазақ күресі, өздеріңіз білесіздер, ежелден халқымыздың жауынгерлік рухынан бастау алып, нағыз әділдік пен айбындылықты талап ететін спорт түрі. Осы жарыста барлығыңызға тек сәттілік тілеймін. Бұл жарыста мықтылар ғана жеңіске жетпейді, тәртібі мен рухы мықтылар жеңіске жетеді. Қазіргі кезде бүгінге мынау бізде ұлттық рухани тәрбие беру басты міндеттеріміздің бірі. Сол үшін ұлттық спортымызды дәріптеу мақсатында Түркістан қаласының ерекше мәртебе алу бойынша бастамасының рухани маңыздылығын атап өту мақсатында керемет бүгінгі турнир өткізіліп жатыр. Барлық жарысқа қатысушыларға сәттілік тілеймін. Осындай турнирлерден елдің намысын қорғайтын ел жанды намысты азаматтар көп болсын. Бүгінгі турнирді ашық деп жариялаймын.